кішіпейілдік болған сайын адам дәрежесі көтерілмейді. Пайғамбар хадистер бар ғой. Баяғы Омар ибн Абдул-Азиз бар, халифа, 5-ші әділетті халифа. Үйіне қонақ келіп атады ғой. Сол кезде майшам өшіп қалады ше. Дастарханда тұрған майшам өшіп. Ана шеттегі майшамды алып нан тұтату керек қой, бір-бірін жағу керек қой. Қызметшілер жүр ана жерде. Халифа ғой ана Омар ибн Абдул-Азиз орнынан тұрады да барып майшамды алып келеді де нан тұтатады ғой, жақтырады ғой. Сонда жанында отқан, қонақ келіп отқан кісі айтады ғой, қаншама қызметші жүр, біреуін жұмсасаң, ей халифа, орнында отыра берсең болады. Омар болып тұрдым дейді. Омар болып отырдым дейді, не болды дейді. Тағымдан түсіп қалған жоқпын дейді. Тұрған кезде Омар едім, отырғанда да Омармын дейді, не болыпты дейді. Өзім барып әкеле салдым дейді. Кішіпейілдік болған сайын адам дәрежесі көтерілмейді. Пайғамбар хадистер бар ғой. Кім Алла үшін кішіпейіл болса, Алла оны көтеріп қояды деген хадис. Кім ұлықтықты қаласа, онда ол кішік болсын дейді.